Саламатсыздар ма оқушылар, міне 9 сыныптың сызықтық және бұрыштық жылдамдық тақырыбын сіздерге түсіндіретін болсам, оңай жолмен, оңай тәсілмен, яғни жалпы сызықтық жылдамдық дегеніміз не? Жалпы сызықтық жылдамдық дегеніміз кәдімгі өзіміздің 7 сыныптан білетін формуламыз бар. Жылдамдық тең болады жолдың уақытқа бөліндісі. Бұл сызықтық жылдамдық деп аталады. Енді осыған бұрыштық жылдамдықты түсіндіріп байланыстырып кету керек. Ол үшін бізге бұрыштық жылдамдық табу үшін кәдімгі өзіміздің велосипед айдаған мезетте немесе айналмалы жолмен жүрген кездегі қолданатын бұрыштық жылдамдықтар деп аталады. Енді сызықтық жылдамдық пен бұрыштық жылдамдықтың айырмашылығы, бұрыштық жылдамдық омегамен сипатталады. Бұрыштық жылдамдығымыз омега болып аталады. Мына сызықтық жылдамдықтың өлшем бірлігі метр бөлінген секунд болса, бұрыштық жылдамдықтың өлшем бірлігі радиан бөлінген секунд қана. Секунд тек метр, мына жер радиан болып табылады. Неге радиан деп аталады? Бұл радиан деп аталуы бұл шеңбер бойымен қозғалатын жылдамдық, яғни бұрыштық жылдамдық деп аталады екен. Міне сіздерде мына жерде де көрсетілген, мына кітаптың өзімен түсіндірген сіздерге өте жеңіл болады. Міне мына велосипед, айналма жолдар, осының бәрі жаңағы қисық сызықты қозғалыс деп аталады. Мұны велосипедті алайық. Велосипедтің дөңгелегі қандай да бір бұрышпен ол айналым жасайды. Ал мына жердегі жаңағы сызықтық жылдамдықтың жолы ес бар ма, соны LS деп ала берсек те болады. Мына арасында мына радиусымыздың әрбір велосипедтегі педальдары жаңағы радиустар деп аталады. Фи деген бұрылу бұрышы. Қандай да бір дене А нүктесінен мына нүктеге айналым жасасын. Сол кездегі жолымыз неге тең? Әрине шеңбердің мына ұзындығы деп аталады. Оның формуласы жалпы түрде L дегеніміз L-ді S-қа тең деп алсақ та болады, 2πr деп аталады, деп жазылады. 2πr себебі шеңбер бөлігімен қозғалған уақытта. Бұл жерде 2π дегеніміз не? 2π дегеніміз фиға тең. Фи 2πға тең. Ал фи дегеніміз бұл бұрыштық жаңағы бұрылу бұрышы. 2π деген сөз шеңберді алатын болсақ, мына А нүктесінен қозғалған дене бір айналым жасайды. Міне бір айналым жасап мына жерге келді ма А нүктесіне қайтып, яғни бұл жерде фиіміз 2πға тең болды деген сөз. Сонда 2π деген сөзіміз градусқа айналдыратын болсақ, пи 180 градус болады да, сонда бұл 360 градусқа тең деген сөз. Яғни бір айналым 2πға тең, ол 360 градусқа тең. Егер градуспен өлшемей, пимен өлшейтін болсақ, ол 3,14-ке тең. Сонда фи бұрыш 2 көбейтілген 3,14, көбінесе есептерде осы тұрақты шама қарастырылады, ол 6,128-ге тең болады фиіміз. Сол есеппен көп есептер шығарылады осы 3,114-пен. Ал градуспен есептейтін болсаңыздар 360 градус болады. Ал енді айнала келе, мына жерден мына форманы, радиан бәрін түсіндіріп қойдық, радиан өлшем бірлігін бәрін. Енді бұл жерде бұрыштық жылдамдық фи омега фи бөлінген т екен. Яғни фи деген жаңағы бұрылу бұрышы, мынау сол айналым жасауға кеткен уақытымыз, радиан бөлінген секунд түсіндіріп қойдық. Енді осыны ары қарай түрлендірейік. Міне фиде де 2πға тең деп айтын жаңа бір айналым жасауға. Ал енді т-ны неге тауға тең деп аламыз? Т-ны тауға тең деп алу себебіміз жаңағы жерде, мына жерде қандай да бір уақыт болады ғой, уақыт. Сол уақытта басталатын нүктенің жүру жолы айналма жолмен жүріп келіп, қайтып осы Т нүктеге келген уақытта, А нүктеге келген уақытта Т деген уақытымыз тауға тең болады. Яғни Т бір айналым жасайын екен, ол тауға тең болады. Тау деген айналу периоды деп аталады. Айналу периодында өлшем бірлігі секундқа тең, уақытында өлшем бірлігі секундқа тең. Оны білесіздер. Міне Т мен таудың айырмашылығы солай. Бір айналым жасауға кеткен уақыт Т-міз
тауға тең болады. Тау бір айналым периоды деп аталады. Енді жиілік деген ұғым енгізіледі. Жиілікті нью деген әріппен белгілейміз. Яғни нью деген сөз мына жерден кеп шығады. Міне қазір кітап бойынша да түсіндіре салайын сіздерге. Міне мұның формула бойынша фиді 2π-ға тең деп аламыз, т-ні тауға тең деп алдық. Енді осы жерден 2π нью қалай келеді? 2π нью деген сөз, сіздер одың алдыңғы сабақта өткеніміз, нью деген сөз 1 бөлінген тауға тең, ал тау дегеніміз 1 бөлінген ньюға тең. Бұны білесіздер, екеуі бір-біріне кері шама. Яғни мына жердегі формуладан 2π тау деген формуланы алатын болсақ, 2π бөлінген таудың 1 бөлінген ньюді қоямда 2π болады. Мына бөлшектің бөлім кері бөлшекке айналып, нью алымына шығады. 1 бөлшектің бөліміне түседі. Сөйтеді, міне омегамыз мынаған да тең болады, және мынаған да тең болатын формулалардың түрлендіру деп аталады. Бұл 2π көбейтілген ньюға тең омегамыз. Ал енді сонымен сызықтық жылдамдықпен жаңағы бұрыштық жылдамдықтың арасына байланыс табайық. Міне жаңа алғашқыда түсіндіріп өткен сызықтық жылдам бар ғой, S бөлінген T кәдімгі сол бір айналым жасаған уақытта S-іміз 2πr-ға тең болады, бір айналым жасаған кезде, немесе сол жартысын айналсын, немесе 45 градусты айналсын, 90 градусты айналсын, сол мынау айналымның мына жерде айналымның мына жер B нүктесіне келсін, немесе С нүктесіне келсін. Осы кездегі айналымда мынау L дегеніміз доғаның ұзындығы L-ді S-ға тең деп ала береміз. Сол кезде ол 2π көбейтілген R деген шамаға өзгереді. Міне 2π көбейтілген R. Олай болса, сызықтық жылдамдығымыз S-дің орнына 2πr-ді қоямда, мына жерде T-ның орнына тауды қоям. Міне сөйтемде, таудың орнына 1 бөлінген нью, жаңа айтып өткеніміздей жиілікке кері шама деп, мына жердегі таудың орнына 1 бөлінген ньюді қойып, ол кері бөлшектің бөлімі кері бөлшек болғандықтан алымына шығады. Сөйтеді, 2πr нью болады. Немесе міне былай формамен сіздерге түсіндіре салайын. Яғни сызықтық жылдамдық дегеніміз 2πr бөлінген тау болса, тура мына формуладағыдай таудың орнына 1 бөлінген ньюді апарып қоям, 2πr көбейтілген нью болады. Міне, кері бөлшекке айналып, формуламыз осы түрге келеді. Формулаларды осылай алғашқы кездегі нақты бір формулалар бар ғой, солардың барлығын міне осыдан басталып, мынаны біз білеміз, 7-ші сыныптан білеміз. Бұрыштық жылдамдықтың енуі ешқандай бір формуланы жаттап алудың қажет жоқ. Кәдімгі өзіміздің қозғалысымыз, өзіміздің жүріп өткен уақыттарымыз, жүріп өткен жаңа жолымыз, соның бәрін жаңағы функционал сауаттылықпен өмірмен байланыстыра отырып, есте сақтап формулаларды жаңағы айналу жолдарына осылай қоя отырып, ең соңғы формулаларды осылай жіктеп түрлендіріп алады екеніміз. Міне сызықтық жылдамдық дегеніміз міне осы. Барлық сызықтық жылдамдықтың формуласы. Ал мынау бұрыштық жылдамдықтың формуласы. Міне бұл тақырыпта осылай ғана түсіндіре салады. Енді екеуінің сызықтық жылдамдық пен бұрыштық жылдамдықтың екеуінің арасындағы байланысты табайық. Ол үшін әрдайым сол сызықтық жылдамдық бөлшек бұрыштық жылдамдық деп аталады. Тең жазылады да солай 2πr нью болады. Мынамыз 2π нью болады. Сөйтеді қысқарып кетеді. 2π мен нью ер қалады. Осыдан жылдамдық тең болады. Омега көбейтілген ер болады. Бұдан бұрыштық жылдамдықты осылай таба саласыздар. Міне екеуінің арасындағы байланыс формуламыз. Міне бүгінгі сабағымыз осы.